Мен Түркістан облысы Жетісай ауданы Асығата кенті номер 10 Қайнар мектеп гимназиясының 10 сынып оқушысы Оразбай Балосамын. Облыстық және аудандық деңгейдегі көптеген жарыстардың жүлдегерімін. Әр жетістігімнің артында маған сенген және қолдаған отбасым бар. Сондықтан бүгін мен өз жетістіктерімнің бастауында тұрған жанұям және олардың мамандықтары туралы баяндағым келеді. Менің әкем көлік жүргізушісі. Бір қарағанда бұл қарапайым мамандық сияқты көрінуі мүмкін, бірақ жол үлкен жауапкершілік. Ол күн сайын адамдарды аман есен жеткізу үшін еңбек етеді. Әкем бізге әрдайым тәртіпті, ұқыптылықты және адал еңбектің қадірін үйретеді. Сондай-ақ әкем інілерімен бірге көлік жөндеп, оларға тек техниканы емес, шыдамдылық пен жауапкершілікті де үйретеді. Бұл менің анам, тарих пәнінің мұғалімі. Әр сабағында оқушыларға ата-бабамыздың ерлігін, елдің тарихын, тәуелсіздіктің қадірін жүрекпен жеткізеді. Тарихты оқыту жайда аталар мен оқиғаларды айту емес. Ол жас ұрпақтың санасына ұлттық рух, елге деген сүйіспеншілік ұялату. Ұстаз болу үлкен жауапкершілік. Мен анамның еңбегін көріп, білімнің қаншалықты маңызды екенін түсінемін. Әжем мен атам бүгінде зейнеткер, бірақ олар еш қашан қол қусырып отырмайды. Үйде әкем мен анам жұмыста болған кезде бізге көмектесіп қамқор болып отырады. Әжем бұрын сауда саласында еңбек еткен, атам құрылыстың шебері болған. Ол Москва қаласында бірнеше құрылыстарға қатысқан. Қазір екеуі де зейнетте. Бізге үйде үй шаруасына, сабақтарымызға көмектесіп, бізге қамқор болып отыратын жандар. Ал менің ағам Алматы қаласындағы Сағадат Нұрмағамбетов атындағы әскери академияның 1-ші курс студенті. Ол әскери мамандықты таңдады. Бұл отанға қызмет ету, ел тыныштығын қорғау деген сөз. Оның таңдауы батылдық пен жауапкершіліктің белгісі. Біз ағамызбен ерекше мақтанамыз. Ата-анамыз жұмыста болғанда біз бір-бірімізге тірек болуға тырысамыз. Сіңілімнің тоқыма тоқуды үйренуі үлкендерден алған тәрбиеміздің жалғасы. Біз бауырлар болып, сабақтағы қиындықтарды бірге шешуге тырысамыз.